Шет еліңде керек емес, үздік менеджеріңде керек емес. Бізге тыныштық керек. Әр қайсымыз осы жерде отырған. Кемі 7-8 миллион ақшаны алдырып, тауарды қайтара алмай отырмыз. Звонда анау қарлығашыңа. Жақсы. Алло, Қарлығаш ханым? Не болды, тез айтшы? Қарлығаш ханым, мына Жезқазғанға келетін тауарлар қатты кешігіп жатқан сияқты. Менеджерлерді клиенттер сотқа береміз дейді. Ей, мен чатқа жаздым ғой, қазір Қытайдың границасында проблема болып жатыр деп. Күтсін 5-6 ай. 5-6 ай? Қарлығаш ханым, олай болмайды ғой. Бізді халық талап жеп қояды ғой. Надо будет, қазір бәріңді блокқа қоям да, көттерінен бүркеп шығарып тастаймын чаттан. Сосын вообще товарсыз қаласыңдар. Звондама маған екінші рет, күтіңдер и все. Короче, ақшаны саған аудардым, өзің жауап бересің. Бәріміз саған аудардық. Анау қара бәлең Қарлығашыңнан ақшаны тауып бер. Или өзің сат, бізге бәрібір. Сонда не менің ағам үйсіз қалу керек па? Жоқ, олай болмайды. Сатасың өз әкешің үйін. Қыздар доғарындаш болды ғой енді. Не болды сразу маскаларың шешіліп? Шынымен Қытай шекарасында проблема болып жатқан шығар. Уақыты келгенде Қарлығаш ханым шешіп береді. Сендер мені талағаннан, мен ол кісіні талағаннан не пайда? Ал ертең бізді чаттан шығарып блокқа тығып тастаса не істейсіңдер? Если надо будет, әркім өз клиенттеріне өзі жауап берсін. Так что мен басымды қатырмаңдар.